Лағманның қамырын жасау жолын көрсетпекшімін. Ең бастысы қамырды қатты қылып илейміз. Қанша грамм ұн алсаңыздар, соның тең жартысына келетін суық су құясыздар және татымына қарай тұз қосасыздар. Әбден күш салып 4-5 минут илегеннен кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Сосын дәл осылай тағы да 2-3 рет илеуіміз керек. Мінекей қамыр кішкене жұмсарды. Енді осылайша ұзыншалап кесеміз де сұйық маймен жағып, міндетті түрде бетін жауып 15 минутқа демін алдырамыз. Ары қарай қамырымызды одан ары созып, көп орын алмас үшін спираль секілді қып тағы сұйық май жағып бетін жауып қоямыз. Оған дейін лағманымызды қайнататын суды тұздап қайнатып дайындаймыз. Онсыз да созылып тұрған лағманды жіңішкелеп тағы да созып, арасын ажыратып 4-5 минут қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін суық суға бір малып, суын әбден ағызамыз. Барлық қамырымызды пісіріп алғаннан кейін 2-3 ас қасық май құйып, қолмен араластырып аламыз. Мінекей лағман қамырын жасау жолының бірі осылай. Лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар.